Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағанбетов анасын сағынған бала әңгімесіндегі бала махаббаты. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Әңгімені толық оқып аласыздар. Оқылымнан кейінгі тапсырма орнымды тап әдісі бойынша әңгіме сюжетін сәйкестендіресіздер. Бұл тапсырманың дескрипторы оқиғаның басталуын, оқиғаның байланысын, дамуын, шиеленісуін, оқиғаның шарықтау шегін, оқиғаның шешімін сәйкестендіреді. Екінші тапсырма автор орындығы деп аталады. Ана мейірімі, бала махаббаты, сәби сезімі, ата-ананың міндеті, тағы басқа сөздерді басшылыққа алып, бала махаббаты төңірегінде әңгімеле. Дескриптор ана мейірімі мен бала махаббаты туралы жазады, тірек сөздерді қолданып әңгіме құрайды. Енді осы сабаққа алғыс білдіремін әдісі арқылы кері байланыс беріңіздер, түйін сөз жазыңыздар. Үйге тапсырма 119 беттегі бірінші тапсырма.